осы биыл 25-те забастовка азайды. Жоқ деуге де болады негізі Маңғыстаудың жерінде. Но бірақ шүкір қазір әйтеуір басшылар инвестиция құйып жатыр, инвесторлар тартып жатыр да. Облыс әкімі де орынбасары Орал Асхат дегенде, мысалы міне біздер дейтін Қошқар атаға осындай цементировать етейік деп жатыр. Сондықтан біз жаман жағын қарамай, жақсы жағына да қарай көңіл бөлуіміз керек та. Қарап отырып, әкім неге істемей жатыр екен, басшы неге істемей жатыр деп қарап отырмын. Өзім жағымнан қандай үлесімді қосамын, мен не істей аламын, мен қандай болу керек осы жұмыс. Мен тарапынан дұрыс жүруге деген сұрақ қойып, өзімізге сол жауапкершілікпен қарайтын болсақ, әлде қайда дұрыс нөмір болады. Не үшін шығарды заңды? Яғни сол заңмен жұмыс жасауымыз керек, сол заңды жұмыс жасатуымыз керек. Біз талап етуіміз керек. Талап ете тұрып сол заңмен жүретін болып жатырсақ, онда бізде тәртіп бар ғой. Бір мекемелерде 5 кәсіподақ бар, емін-еркін жұмыс жасап отыр. Енді бір мекемеге бар. Сондай бар? Бар. Сонда солардың арасында негізі конкуренция бар. Кәдімгі бизнес болып кетті ме? Негізі мен байқағаным өзінде, жаңа өзінде маған айтқан адамдар айтқан бойынша 4 кәсіподақ бар. Ол рас па? Рас. Сонда, по-моему, екеу шығар. Екеу. Кезінде Ажип дейтін мекемеде мен жасадым. Сол уақытта техника безопасностьпен берген талаптарына біз қарсы болдық. Ол мынаумен жұмыс жасау мүмкін емес қой деп. Но бірақ соған қалай да олар талап етіп бізді үйреткеннен кейін, біз сол техника безопасностьтың біздің өмірімізге керек екен, мекемеге керек екен, және жұмыстың жақсы жүруіне керек екен артынан түсіндік. Соған біз бағынып, соны ары қарай жасағаннан кейін де. Бірақ басында келіскен жоқпыз. Сол сықылда біздер қазір көп нәрсеге үйренуіміз керек. Неге сол мекеменің өзі шешпейді деген сұрақ бар да. Сол мекеменің өзі, сол әкімдікке жібермей өзі неге шешпейді соны? Соның ішінде табыстап отқан басшылар бар ғой. Оның орындаушы басшылар да бар ғой. Неге солар шешпейді? Неге біз әкімдікке келеміз сол жерге? Өкілдер жүріп екі жағыменен де сөйлесіп, соның дұрыс пен бұрысының арасында шешу жағында жұмыс жасалып жатқаннан кейін бар, қозғалыс бар деп айтамын да. Спонтанно көтеріліп кететін мүмкіндік көп жерде бар. Амин аға, Нұрбек, қазіргі таңда осы биыл 25-те забастовка азайды. Жоқ деуге де болады негізі Маңғыстаудың жерінде. Оның не себебі бар? Неге? Оны билік бетпен қарады ма халыққа? Әлеуметтік жағдай жасап жатыр ма? Не болды? Не себеп? Билік қорқа бастады ма? Қорқа бастады деп айта алмаймын. Маңғыстауда енді өздеріңізге белгілі қай жерлерде де спонтанно көтеріліп кететін мүмкіндік көп жерде бар. Себеп оны осы жердегі басқару орнындағы басшылардың әрбір мекемедегі соның құрамындағы олардың өзінің тікелей бағынышты жұмысшыларының арасынан болатын мәселелер болады. Оны бірақ біз білмейміз қай жағынан не заттан қозғалатын. Но бірақ бізде қазір келісім мәселелері жүріп жатыр. Себебі